Виртуалды және кеңейтілген шындық. VR бұл виртуалды шындық, ал AR бұл кеңейтілген шындық. 21 ғасырдағы озық технологияларының бірі, заманауи және тез дамып келе жатқан 3D үлгісіндегі модель болып табылады. Виртуалды шындық дегеніміз техникалық құралдар және программалық жасақтамалардың көмегімен жасалынған адамға көру, есту, сезу, тағы басқа сезімдері арқылы берілетін жасанды әлем. Техникалық құралдар арқылы адамға таңғажайып сезімдерді беретін виртуалды шындық. Мысалы, ұшқыштарға арналған авиасимулятор. Пайдаланушы бұл объектілерге физиканың нақты заңдарына, яғни гравитация, заттармен соқтығысу, су қасиеттері, бейнелеу және тағы басқа заңдарына сәйкес әсер алуы және нақты өмірде мүмкін емес қиялдағы әлемін іске асыра алады. Барлық осы сезімдерді біріктіріп, адамға әсер ету интерактивті әлем деп аталады. Яғни адам ешқандай алдында зат болмаса да, осы құрылғыны кию арқылы соқтығысу, сезу, көру, есту сияқты сезім мүшелерімен жұмыс жасай алады. Виртуалды шындыққа ену арнайы гаджеттердің көмегімен жүзеге асырылады. Ондай гаджеттерге бірінші қарапайым VR, екінші 3D жобалы VR және үшінші бірнеше қолданушы VR гаджеттері жатады. Енді бірінші қарапайым VR-ға тоқталайық. Бұл пайдаланушыға виртуалды үш өлшемді кеңістіктің ортасында болуға мүмкіндік береді. Алайда әрекеттесусіз қоршаған кеңістікті ғана бақылай алады. Мұндай орта 360 градустық видеоларға немесе суреттерге негізделген. Оның сұранысқа ең көп тараған түрі смартфондарға арналған виртуалды шындық көзілдіріктері болып табылады. Оларға Cardboard, Gearbest, Daydream View, Xiaomi Mi, VR Play және тағы басқа түрлерін жатқызуға болады. Көзілдіріктердің көпшілігі оларға салынған смартфонның көмегімен жұмыс істейді және көзілдірік линзалар арқылы адамға оның суретін береді. Екінші, 3D жобалы VR бұл 3D жобалау пайдаланушыға виртуалды шындық арқылы объектілермен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Пайдаланушы объектілерді құрады немесе басқа түрге өзгертеді. 3D үлгідегі виртуалды шындық программаларын жасау уақытты талап етеді және құны да жоғары. Яғни программаны жасап шығарудың өзі үлкен қомақты қаражатты қажет етеді. Себебі сезіну мүмкіндігі тереңірек болады. Яғни 3D, 5D, 7D, яғни дәл сол моментте сол жерді сезіну үшін, программамен жұмыс жасау үшін бізге үлкен қаражат қажет болады. Оларға Oculus Rift, HTC Vive сияқты жоғары деңгейлі құрылғы жиынтығынан тұратын гаджеттер жасады. Яғни құрылғы жиынтықтарына контроллерлер, виртуалды шындық бас киімі, джойстиктер және қозғалыс датчиктері қажет болады. Сонымен қоса 3D жобалы виртуалды шындыққа ену әсерлі болу үшін арнайы әзірленген бөлмелерге іске асады. Яғни белгілі бір бөлмеде болады. Ешқандай адам кедергі келтірмеу керек. VR құрылғысын киеді, яғни 3D VR құрылғысын киеді. Сонымен қатар басына бас киім киеді, қолына джойстиктер, қозғалыс датчиктерін ұстап, дәл сол әлемде өзі тұрғандай сезініп жұмыс жасайтын болады. Үшінші түрі бұл бірнеше қолданушы VR.
яғни жоғары деңгейдегі графика, анимация, 3D жобалау, яғни озық функцияларды біріктірген орта. Оны бірнеше қолданушы онлайн түрде бірлесіп пайдалануына болады. Оған бірнеше рөлдік онлайн ойындар жатады. Freestyle онлайн, Ultima онлайн, Ace онлайн, Anarchy онлайн, Dark Age of Camelot сияқты бірнеше ойындарды жатқызуға болады. Виртуалды шындықты көптеген салаларда қолдануға болады. Білім беру саласында виртуалды шындық алдын ала дайындықты қажет ететін сабақтарда жаттығу ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, информатика сабағында сендер программалық құрылғыларды, көркем еңбек сабағында 3 өлшемді графикаға арналған программалық құралдарды пайдалана аласында. Яғни білім беру саласында дәл сол құрылғыны ұстап тұрғандай көз жеткізу үшін, яғни осы виртуалды VR-ді қолданады. Ғылым саласында VR атомдық және молекулалық әлемнің зерттеулерін жылдамдатуға мүмкіндік береді. Компьютерлік шындық әлемінде адам атомдарды, конструкторды жинағандай басқара алатын болады. Ал медицинада VR көмегімен медицина мамандарын оқытуға және дайындауға, операциялар жүргізуге, жабдықтарды зерттеуге, кәсіби дағдыларды жетілдіруге болады. Сәулет және дизайнда егер бұрын сәулетті демонстрация үшін қол макеттері мен қиял пайдаланылса, VR виртуалды кеңістікте құрылыс объектілерін толық көлемде құруға мүмкіндік береді. Бұл тек құрылыс объектілеріне ғана емес, сонымен қатар техникаға да қатысты. VR ойын ортасында да танымал. Сондай-ақ мәдени іс-шаралар және туризм салаларында да үлкен сұранысқа ие. Кеңейтілген шындық, яғни AR, нақты уақытта физикалық әлемді толықтыратын орта. Біз оны қандай да бір планшет, смартфон немесе басқа құрылғылармен программалық жасақтамалар арқылы көреміз. Бұл нақты әлемге қосымша элементтерді толықтыру. Кеңейтілген шындықта қосымша виртуалды элементтерді қоса да, сондай-ақ жоя да аламыз. Алайда құрылғылар мен программалардың мүмкіндіктерімен ғана шектеледі. Кеңейтілген шындықты пайдалану үшін нақты әлем және виртуалды объектілер бір кезде өмір сүреді. Кеңейтілген шындық қосымшасының бірнеше түрі бар. Бірінші, маркерлер негізінде кеңейтілген шындық. Яғни, бұл түрдегі кеңейтілген шындық белгілі бір виртуалды объектіні, яғни суретті таниды және сол объект туралы керекті ақпараттарды береді. Мысалы, QR-код, яғни QR-код жақындатқан кезде, оның ар жағында YouTube-қа салынған видео немесе бір адам туралы мәлімет болса, сол туралы толық мәліметті ала алатын боламыз. Екінші түрі позициялық кеңейтілген шындық. Ол орналасқан жерге байланысты виртуалды суреттер мен жол сілтемелер пайда болады. Яғни біздің күнделікті қолданып жүрген GPS-іміз, яғни геолокация біздің қай жерде тұрғанымызды және қай бағытта жүріп бара жатқанымызды анықтауға, сонымен қатар қай маңда, жақын маңда дүкен бар ма, әлде кітапхана бар ма, бәрін, мейрамхана туралы мәліметтерді біле аламыз. Үшінші түрі проекциялар негізінде кеңейтілген шындық. Яғни бұл қосымшаларда экран бетінде 3D үлгідегі сурет адаммен өзара әрекеттесе алады. Мысалы, қосымша бетінде таңдалған пернетақта батырмаларын басу арқылы бізбен әрекеттесу мүмкіндігі пайда болады. Төртінші, суперпозиция негізінде кеңейтілген шындық. Бұл нақты уақыт режимде қосымша элементтермен толықтыру, объектілерді тану болып табылады. Нақты әлемге өзінің виртуалды элементтерін орналастырады және объектілерді өзара ауыстыруға болады. Кеңейтілген шындық қосымшалары арнайы жабдықты қажет етпейтін болғандықтан, заманауи смартфондарды пайдаланатын кез келген адамға қолжетімді. Көптеген адамдардың күнделікті өміріне берік
енді және әртүрлі міндеттерді шешу үшін қолданылып жүр. Қазіргі заманғы әскери ұшақтар мен тікұшақтарда кеңейтілген нақтылық жүйелердің көмегімен индикаторлық панель көру режимі іске асырылады. Әртүрлі журналдарда, газеттерде, жол сілтемелерде немесе карталарда арнайы кодтар орналастырады. Оларды көруге арналған арнайы браузермен оқу қажет. Мұндай белгілерде кез келген цифрлық мазмұн, яғни мәтін, видео, суреттер немесе тіпті музыка болуы да мүмкін. Медицинада қолдану, мысалы онлайн режимде әртүрлі операцияларды модельдеу мүмкін болды. Бұл болашақ хирургтарды оқытудың тәжірибелік бөлігін едәуір жеңілдетеді. Виртуалды шындық пен кеңейтілген шындықты көбісі шатастырады, алайда олардың айырмашылықтары бар. Виртуалды шындық жаңа жасанды әлемді құрастырады, ал кеңейтілген шындық тек нақты әлемді қабылдауға жеке өзінің жасанды элементтерін енгізеді. Пайдаланушы виртуалды шындықтың арнайы гаджеттер арқылы жасанды әлем ортасын таниды. Әрбір көз үшін екі суретке бөлінген және көзге үш өлшемді кеңістік иллюзиясын жасау үшін арнайы бұрмаланған. Егер адам орын ауыстырса, немесе жай ғана басын бұрса, онда программа автоматты түрде суретті қайта құрастырады. Бұл нақты физикалық қатысу сезімін тудырады. Мысалы, ол көбелекті ұстап, оны сипай алады. Программаға енгізілген физикалық модель осы көбелектің ұшуын есептейді. Бұл жасанды әлемді одан әрі түрлендіреді. Нақты әлемге қандайда бір бейнелерді, дыбыстарды, заттарды қосу арқылы толықтырулар енгізілген. Смартфон экранында жиһаздың бейнелерін орналастыру және қозғалыс бағыттарын көруге болады. Бұл жағдайда шындық бөлме, ал кеңейтілген шындық жиһаздар болып тұр. Кеңейтілген шындықты смартфондар арқылы ғана емес, сондай-ақ басқа да техникалық құралдар, мысалы арнайы көзілдіріктер арқылы жасауға болады. Виртуалды сурет көзілдірік линзаларының бетіне түсіріледі. Виртуалды және кеңейтілген шындықтың түпкі мақсаты адам баласының елестету мүмкін емес таңғажайып әлемінің нақты өмір сүру пайдасына қолдануы болып табылады. VR және AR-дің өзара практикалық айырмашылығы осы технологиялардың әртүрлі күрделірек деңгейлерінде, бірақ екеуінің де болашағы зор және олар өркениетті дамытуда үлкен рөл атқара алады.